менің жерім бе, мынау менің сан жүгірген белім бе? Мынау менің алтарысты туысқан аспаралы асқаралау елім бе? Мынау менің алтарысты туысқан аспаралы асқаралау елім бе? Ақ кеткенім беу шарықтап, жас балаша тұрмын бәлдеу қалықтап. Көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас қарайыншы тағы да бір анықтап. Көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас қарайыншы тағы да бір анықтап. Бір кездер ау секілді дау алыптау, алатауда аласарып қалыптау. Төбедегі әзбабамның бейтін енді бүгін қиын боп тұр анықтау. Шіркін, қазақтың жан дүниесі қандай таза болса, сөзі де сондай ізгі. Қазақтың бір ғана ұят деген сөзінің астарында қаншама ой жатыр десеңші. Айтқым келгені бұл емес. Өнерді өмірге айналдыруға болады, немесе өмірге өнерді алып келуге болады. Яғни актер талай-талай сом тұлғаларды сомдап қана қоймай, оның ішкі жан тебіренісін, психологиялық шегіністерді оның табиғатын ашады. 80-нің сеңгіріне шыққан абзар сақал, адамзаттың парасат пайымы кең перзенті. Еңбек ері Асанәлі Әшімов саналы ғұмырын өнерге арнады. Театр және кино саласының дамуына өлшеусіз үлесін қосты. Біз бүгін тарлан тұлғаның ұшқан ұясы туралы айтамыз. Біздің ауыл салық салғанның иығында отырған деп бастайтын шығармасы бар еді Оралхан ағаның. Сол секілді Асекең туып өскен алақандай ғана ауылда Жаңатас қаласынан солтүстік батысқа қарай 40 шақырым жерде Шабақты өзенінің іргесінде орналасқан. Қазақ даласындағы ауылдардан өзгеше ештемесі жоқ. Кішігірім тіршілігі бар тұрғындарының өздеріне тән кісілігі бар. Осындайда ауыл ақсақалдарының бір азаматқа таң қала қалса, ірі ғой, ірі кісі ғой дейтіні еске түседі. Әрине, бұл сөз Асанәлі Әшімов жайлы да 1000 мәрте айтылған болар. Енді әр адамның өзінің туған жері болады, туған үйі болады. Ол әр уақытта ыстық. Қандай бір Париж, қандай бір Лондон, қандай бір үлкен жерлерге бармасын, бәрібір өзінің туған жеріндей болмайды. Туған жердің топырағы әр уақытта ыстық. Сосын өзі организмі де соған үйренген. Сол мен осы жайылмаға барған сайын қан қысымы деген болады ғой, сондай аурулардан құтылам. Өйткені соған өзі сол жерде туып өскендіктен болар, өз көңіл күйім де көтеріңкі болады. Ол енді барлығы да солай болу керек адам. Сондықтан топырақ деген бар. Елдің, жердің киесі деген бар. Әр уақытта ұмытпай сәлем беріп тұру керек. Елге, жерге ол біздің міндетіміз деп есептеймін. Мен енді кем дегенде жылына 1 рет барам. Әрине, туған жердің бұқпа желі салалаған спа құмы, жол қарап жанары талған жанның көзіне сіңген сағыныштай, мөлдір, һәм бір айналып соқпасқа болмайтын ғазиз мекен, асыл анаңның ақ жаулығындай құндақ. Ата-бабам сонда жатыр. Атам сонда жатыр, Ысқақ Бірадар. Үлкен адам болған, киелі адам болған. Соған Ысқақ Бірадардың топырағын алып, сөреге мешіт салып, мешіттің ішіне сол мазарын қойдым, басына шырақ жағып. Ол енді әруақ, сол
ұлы, сені жаратушы бұлайша. Сондықтан әлгі Алла Тағала дейміз, жаратушы дейміз, бір үлкен күш бар ғой, оған сенеміз. Сондықтан енді бірге өсіп, бірге қайнап, бірге өскен сол топырақта балалар, жігіттерді ұмытпаймын, достарымды сағынам. Кетіп қалды көбісі. Көбісі кетіп қалды. Өзі 10 жылдықты бітірмей жан-жаққа тарап оқу іздеп. Бұнда біреу мұнда кетті, біреу анда кетті. Үйлі баранды болды. Әркімнің өзінің бағыт-бағдары, жұмысына қарай сол сирек кездесетіндей жағдайға ұшырадық. Міне, өз адам баласының өмірі сондай ғой. Сондай мен өзінің үйшің бала, шағаң болады, жұмысың болады. Бірақ ар жақтағы шын көңіліміз соларды сағынып тұрады, көргіміз кеп тұрады. Қауыс айындағы қыраудай қысқа ғана ғұмырда біз көбіне болмайтын затқа бола көңілімізді түсіріп, бас қатырып, онсыз да жал тарттырмас жүйрік уақыттан көз жазып қалатын сәттеріміз болады. Раса, адам жаны соншалық нәзік, соншалық жараланғыш, мейлі сұсты көрінсін, мейлі мысы басып тұрсын, тағысын тағы, бірақ адамзатқа ортақ тағы бір дүние сезім емес пе? Мейірім, сағыныш, махаббат. Адам баласы жаратылғаннан кейін пенде қуанышы болады, реніші болады. Соның бәріне ортақ, соның бәріне қуанышына қуанып, ренішіне ренжитін жағдайлар болады. Сондай осы барысында көңілім кішкене құлазыңқырап, бірге жүрген достар жоқ. Толы бұрын кейінгі бала шағалар адам көбісін танымайтын, бұрынғы ескі көздер жоқ. Енді өмір солай не істейсің? Өмірдің заңы солай. Сондықтан туған топырағымызды әр уақытта сағынамыз. Содан жаратылдық. Содан берген күш-қуатпен жұмыс істеп келатырмыз. Кейде сіз жалғыз жортып бара жатқандай болуыңыз мүмкін. Түсінген жанға бұл жалғыздықтың өзі де сондай аяулы, әрі қасиетті қазақ топырағында туған тау тұлғалардың қайсысы жалғыз болмады. Кісі сыйлағанның қолы сол сыйдан айырмасын. Халықтың сүйіспеншілігінен айырмасын. Сол ең басты қуаныш, ең басты марапат деп түсінемін. Сондықтан Сарысудың топырағынан жаралдық. Киелі топырақ талай адамдарды туғызды, дарынды адамдарды. Сондықтан ризамыз жерімізге. Төңірегін тануға ынтық балаға айналасының бәрі ықтиярлығын қанағаттандыратындай көрінеді ғой. Хәкім Абайдың 7-ші қара сөзінде анадан бала екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен демеклік дейді емес пе? Асекең осының кейінгісі. Соғысшылар қатаң жылдарда өстік қой. Сол жылдар сабаққа бардым. 1-ші классқа 44-ші жылы бардым. Соғысшылар белгі аш-жалаңаш, көп нәрсе жетіспейді. Мектеп оқу құралы жетіспейді. Қағаз жетіспейді, қалам жетіспейді. Сол жетіспей, бірақ мен айтайын, соның бәрі көмектесті. Соның жоқшылықтың екенін білдік. Аштықтың екенін білдік. Сезім оянды. Сезім ерте оянды. Балалық шағымыз
Ең құрмаса соны ойлайсың ғой. Тамақ, жаңа жетіспейтін ені, соны қайдан табасың деп ойлау қабілеті туады да. Ойлау. Барлық нәрсе бар қазіргі балаларда. Сол ой аз, мысалы, ол ойды нетеді. Бірақ әр заманның өз несі ғой, баршылыққа не жетсін әрине. Ары қарай біз соған бір қағаз қалам табуға армандап соған. Бұларды бәрі бар, енді олар ары қарай армандайды. Оқуды. Ол да заңдылық. Өмір қасқалдақтың көзінде сөнген алып күндей сірә. Біріміз мүмкін оны бітпейтін көреріміз, біріміз сенеміз соған. Бірақ тұлға болып қалыптасу жолында оң солыңда ажыратуға білім керек. Дәрігер дегенде естіген емес, көрмек түгіл. Таңғаламын қазір. Анау грипп деген аурудан біз аяғымен мұрнымыз бышылдап мектепке бара беретінбіз онымен. Бірде бір жауаты болу керек сол кезде. Әйтеу қыс деген қиын болатын. Балалық шақ. Сол оқу бітірісіменен каникулда колхоздың жұмысы бар. Қарман айдайсың, масақ тересің, бидай орасың. Жұмыс көп, балалар жұмыс жүрмейді. Сол жұмысқа салады балаларды. О да жақсы. Кезінде қиын болар енді, бірақ сол жақсы екен. Еңбекке үйрендік. Қиыншылыққа үйрендік. Жаңа айтып отқан әлгі топырағы сарсудың. Мінекей. Жалғыз мен емес, барлық жерде солай ғой. Қазақстанның түкпір-түкпірінде әркімнің өз жері. Мен мысалы өзімнің жерім маған ыстық. Барғанда әр төбе, әр сай, осы үйлер барлығы көз алдымда. Тәкінің бағы, сәтінің үйі қасындағы ежелден көріп өскен. Солар мені трогает, орысша айтқанда. Көргенде, апырайып жүрді. Баяғыда жағдай, дастан деген балалар, өлмес деген қыз бізбен оқыды. Мысалы, ауылда менің Октябрь, Каршал деген жолдастарым болды. Кетіп қалды. Біз барғанда мейрам болушы еді. Солармен жолығып. Асекең 10 жылдық мектепті Кентау қаласында тәмамдайды. Міне содан соң арманын арқалап Алматыға аттанады. Алматыға келдік. Өмірімде бірінші рет 54 жылы. Оқуға түсе алмай қайттық. 55 жыл тағы келдік. Әйтеу тағдырдың сілтеуімен осы мынау өнер консерваторияға түсіп кеттік, актер факультетті. Оған ойда жоқ, мен талай айтылды енді бұл сөз. Ойымда жоқ, сол жаңағы Алла тағала бірадар, Ысқақ бірадардың әруағы болар. Осы жолға кездейсоқ сал жібердік. Ойда жоқ та. Селқозға ауыл шаруашылық институына түсіп жүрген жерімде сол. Осының адамдары кездесіп, мұғалімі кездесіп, консерваторияның бір дастархан басында кездесіп қалып, солардың айтуыменен соның Асқар Тоқманов деген мұғаліміміз болды. Сол кісінің арқасында өзімізге жат тәпсіммен бұрын бұны ойлағанда жоқпын, өмір қатысқан демес кружоктарға. Осыған түсіп кеттік әйтеуір. Түскеннен кейін талпындық, білуге тырыстық. Сол мінекей бүгінгі жағдайға келдік.
Бүткіл адамзаттың ұстаз атанған не бір ғұлама ғалымдар да бір дананың шәкірті. Көп оқығаннан емес, көпті көргеннен сұра деген де сөз бар қазақта. Асылы, жан баласын ізгілікке үйрететін, тәртіпке бағынуға, тар шеңберден шығатын жолды сілтейтін де осы ұстаз болса керек. Ауылда ылғи әйелдер жұмыс істеді. Еркектің бәрі әскерде, әйелдер сосын шалдар. Сол шалдар даланың сакраттар екен ғой, барлығы керемет шалдар болды. Біздің ауылда шал көп болатын өзі. Солардың өзі әрқайсысы мектеп, әрқайсысы әртүрлі болатын. Қызық. Солар өзі өте ақылды, мудрый шалдар еді. Әңгімелері де сол ғой дей мектеп. Негізгі. Әлгі мектепте оқытқан анамын жазуға, есепке үйреткен мұғалім бір бөлек. Жаңағыдай өмірді көрген, сондай опытты көп, көргені көп, шалдардың мектебі ол бір төбе. Солардан көбірек алдым мен. Күнделікті өмірді білу керек, ауылдың өмірін білу керек, қаланың өмірін білу керек актерға. Әр адамның қасиетін білу керек, жақсылықты білу керек, жамандықты білу керек. Осы актерға көп нәрсені білу керек. Ол әртүрлі адамды ойнайды. Бірде ЦК-ның секретары ойнаса, екіншіде дворникті ойнауы мүмкін. Сондықтан жаңағы химия, физик білімдеріне, математик, сондай өнер адамын ойлауы мүмкін, саясаткерді ойнауы мүмкін. Соның бәрін білу керек қой. Соттың рөлін ойнадым бірнеде фильмде. Соның көп нәрсені архивтен қарап, соларды соттағанда соңын барып, көріп, білу керек. Өйтпесе, соттың рөлін бұлай отырып бір нәрсе деп айта салу, бір жағынан ұятқа қалуы мүмкін. Ұят, бір ғана сөз, мың ұғым. Қазақтың осы бір шәріптен ғана тұратын сөзінде қаншама ой жатыр десеңші. Шіркін, дала данагөйлерінің қанымен қазақтың бойына сіңген қасиеттей қастерлі сөз. Ұят. Бірден сарт етағамыз жоқ. Өмірдің жаңағы қиын қыстау жолдары көп болды. Барлық сезім оянған кез қазір. Адамда бүкіл сезім ояну керек. Бүкіл сезім ояну керек. Ол жас кезінде оның көбісі жоқ. Ұрынып қаласың, қателік ұшырайсың, о да керек. Қателігіңнен қорытынды шығарбасаң, ол тіптен жақсы. Қателеспейтін адам жоқ, әсіресе жас кезінде. Көп нәрсені білмей тұрған кезінде. Ал енді біздің кезімізде біраз нәрсенің жобасын байқап қалдық. Қателесу бізге қазір қиын. Қателесу қиын. Оның бәрі өмір көрсетті. Өмірдің талқысы деген сол. Көктемдей көркем көріністерді көгілдір экраннан көргенде, өзің де сол жерде жүргендей сезінесің. Қазір технологиялардың қарыштап дамып жатқан шағында таң қалу қиын. Бірақ тұмау өнер әрқашан көзге жылы ұшырайды. Қазақ өзі міншіл ғой, сыншыл. Сол жағы. Ал енді қазіргі жағдайда киноны түсіру бір жағынан қиын. Екінші жағынан оңай болуы мүмкін. Өйткені бұрынғы қысым жоқ, еркіндік бар. Бұрын қысым болған кезде қайта жақсы еді.
вот прямо қателеспей жаңағы тщательно. Қазір еркіндікке жібергеннен кейін лағып кетуге болады. Сондықтан жаңағыдай ұлы тарихи фильмдерге барып жатыр, бірақ соны көп мынау біздің режиссерлар өлім мен өнерді шатастырып алып жатады. Өмірдің бәрі өнер емес. Өнер бір түбі. Соны жаңағы көп нәрсені өнер жасау керек. Мысалы, сол Қыз Жібек Төлеген солай киінбеген де шығар. Қазіргі киімді көрдіңдер ғой. Соны жаңағы осылай көтермелеп, фантазия, әдемілікке қарай бет бұрған. Сол керек. Кино бұл кино. Ал енді өмірді зерттеп, солардың киген киімін зерттеп, соны тауып, суретке шығарса, ол өмір. Өмірде солай болған екен ғой деп. Бұл екеуін қазіргі біздің жас режиссерлер осы шатастырады. Кинодан жаңағы өмір жасайды. Батпақ, су, соны кешіп келе жатады. Мен вообще кино экраннан кір дүниені көрсеткен жек көрем. Боғау сөз, туалет, сондайларға натура, сол қызық, өзінше таң қалдырғысы келеді кейбіреулер. Ол дұрыс емес деп есептеймін. Өнерді алғаннан кейін, киноны алғаннан кейін бір өзі жерден көтеріңкілеу болу керек. Вот сонда өнер. Соны таң қалдырып, жаңа бір мына отырмай, мына осындай ма еді. А біздің қазақ сыншылар енді киноны түсінбейтіндер айтады, өмірде мұндай болған емес. Ана мұндай деп соғады. Ол дұрыс емес. Өмірде болмауы мүмкін, бірақ өнерде болады. Тарихи фильмдер түсіріліп жатыр. Барлығы айтып отқан мен жаңа өмір шауып келе жатады, бір өмірін қылышпен ұрып өлтіріп жатады. Соны жаңағы әдемі кадрлар аз. Соны енді шауып келе жатқан атты кім көрген жоқ. Шауып келе жатқан бұлай тобыр. Соның бір кілтін табу керек жақсы. Тарихи фильмдердің. Тарихи фильмдерді таң қалып көруін керек. Өз бұрын көрген нәрсеңді көресің экраннан. Сондықтан да өтпейді. Сондықтан да бір көреді де қояды. Дұрыс екен. Сол шықпай жатыр әлі. Шықпай жатыр. Енді бұлай кейінгі жылдарда осы заманның фильмдері бар. Түсінетін жағдай ғой енді. Ал енді тарихи фильмдер кем. Бір әсерен болса да кемшілігі көп. Ал енді осы біздің қазақта әлі кино материалдар әлі енді басталды. Толып атқан материал бар. Киноның. Сол әлі жөнді басталмай жатыр. Тарихи романдар, Мұхтар Әуезовтің шығармалары, Оралхан Бөкеевтің, Асқар Сүлейменовтің осы жақсы шығармалары, киноға сұранып тұрған шығармалар бар. Соларға бұрылмай жатыр, бұрыла алмай жатыр. Соның кілтін табу керек. Асқардың айтылмаған ойын табу керек. Оралханның айтылмаған ойын табу керек. Содан автордан ары қарай кету керек. Сонда кино шығады. Ал енді соның ізімен жүрсе, кино шықпайды. Жазушының
Я болмаса ақынның бір шығармасынан өзіңді көре алсаң, табиғатыңды тани алсаң, ол сенің жата жастанып оқитын авторың айналады. Жә, әңгіменің ауанын ауыстырсақ, табалдырықтан асқан тау жоқ сияқты туған жерден биік тұғырда болмайды. Шаранадан шыр етіп жерге түскен сәттен, тұлға болып тамырыңды кеңге салғанша, тәрбиелеген жерді ұмыта алмасың айқын. Туған топырағыңа табан тірегеніңде, жарыңның еліңе соншалық ізет көрсеткені ғажап-ақ. Тарыдай болып шыққан ұлдарыңыз таудай болып алдыларыңызға келіп сәлем беріп жатыр. Мен бұл елге баламын дейді. Осы Асекеңнің көңілі, Асекеңнің жүрегі Қаратаудан бері асқан кезде лүпілдеп ерекше бір көңіл күйге бөленемін дейді. Сол жүрегінің лүпілі сіздерге деген сағыныш. Ер азаматым менің пірім, барым, нарым, арым. Балаларым, ұл-қыздарым, немерелерім менің тірегім. Қай уақытта да осы шыққан тұғырынан түсірмей, Асекеңнің жағдайын жасап жатсам, сіздерден бата алып, сол бата тілектеріңіз бала шағама нұр болып жауса екен деп тілеймін. Асекеңнің еңбек етіп осы тұғырға шыққаны Майра апамыздың махаббаты еді. Енді осы шыққан тұғырынан түсірмеу менің міндетім деп өзіме сондай міндет қабылдап едім. 10 жыл бұрын келгенде 70 жылдығында аяғынан сіз өткізбеймін, арқасынан жел өткізбеймін деп сіздердің алдыларыңызда сөз беріп едім. Басым жерге тигенше Асекеңнің етегінен ұстап, осы Асекеңнің жағдайын жасап, сіздердің алдыларыңызда сәлем етіп жүре берейін. Ел ағалары, үлкен аталарымыз, қаранарларымыз, Алатаудай болып алдымызда отыра беріңіздер. Сіздер осылай болсаңыздар, Асекең әр уақытта бала болады. Басымызға күн тумасын. 37 жылдар. Бір-бірді сатып жіберу деген қасиетті бар. Қазақтың жауы қазақ деген бір ұлы адам. Ол рас. Сол жағы қазақтың жауы қазақ. Ал енді мынау бейбітшілік мамыражай заманда қазақтан жақсы адам жоқ. Ой, айдалайын деп құшақтап. Ал қазақтың тағы бір жауы мына ұрушылдық, жікшілдік. Бұл енді жаман. Бірін-бірі тартушылық. Әсіресе осы менің туған жерім. Осы жақта молырақ көбірек болам ғой. Сондықтан көбірек байқаймын. Ұрушыл деген бәле. Бұл ұрушылдық жаңағы оқымағандық. Хотя үлкен қызмет істесе де, соның білімі төмендігі деп есептеймін. Аймайшы. Бөліп, тартып, бір-біріне. Біреуге қиянат жасау. Өйткені ол басқа. Талантты адам. Қазақтың, бұл бәршейін сорақылық. Қазақтың бәрі бір-бірден шыққан. Қазақты сүю, халықты сүю, ер азаматтың борышы болса керек. Халық қозғаушың, қамқоршың. Халықтан асқан күш құдірет жоқ әрине. Туған халқыңнан асқан, туған топырағыңнан асқан кие де жоқ. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда мәңгілігің жеткен күні уақыт шеңберінен әрі асасың. Міне, сонда мәңгі өмір басталады. Тума өнердің, тума таланттың мәңгі өмір басталады. Өзіміздің халқымыз туралы жаман айтпаймыз. Халқым талантты халық, қазақ. Ақ көңіл,
кең халық. Мен халқымның арасында жүргенде аштан өлем деп ойламайды әр адам. Мысалы, басқа бір елдерде, мысалы, өзіңде болмаса аштан өлу мүмкін. Бізде ағайынкершілік, туған туысқандық, ондай енді бар. Кеңшілік бар. Ол жақсылық адамның табиғатта берген мінез.